Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Блогербек. Достар, міне видеоның сыртынан да көріп тұрғандарыңыздай, бүгін өте қызықты видео. Себебі болды немесе болған жоқ деген, қалай айтсам болады, рубрика. Сұрақ жауап емес, сұрақ жауаптан да өте екі есе қызығырақ деп айтсам болады. Себебі мен осындай қазір қағаз болды немесе міне болған жоқ деген осындай қағаз болады. Мен осы арқылы, мысалға мен кеше алдында осыдан 4 күн бұрын ВК группамға записалған болатынмын. Мен ВК группамды білмейтін болсаң, астында сілтемесі болады, соған кіріп өтсең болады. Сол жерден сұрақ жауап анау мынау барлығы жайлы мәліметті ала аласың. Мен сол ВК группама пост салған болатынмын, болды немесе болған жоқ деген осындай видео түсірейін деп жатырмын. Соған өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер деп астына енді жетерліктей сұрақты қойды, сондықтан да бастайық. Так, бізге бірінші сұрақты Алуа Тұяқбаева деген қыз ақша үшін құмар ойын дейді. Ойнап көрдің бе деген олар. Жоқ. Екіншісі, қатты таяқ жеген кезің болды ма дейді. Әрине қатты таяқ жеген кезіміз өте көп болды. Енді біз бала болғандықтан ондай жағдайлар біздің басымыздан өте көп болады. Соның бірі ата-анамыздан таяқ жеу, анау мынау. Үшінші сұрағы, жаман қылығың үшін завучтың алдына бардың ба дейді. Ол әрине болды. Так, келесі сұрақ өте қызық. Айсұлтан Ерланұлы дегеннен келген. Сенің мамаң бірдеңеге жұмсағанда тауып алмай, мамаң қазір өзім тауып алсам жаныңды шығарам дегендер болды ма дейді. Ондай кездер болды. Так, келесі сұрақ Дархан Романұлы деген баладан келген. Біріншісі, көшеден ақша тауып алған кезің болды ма дейді. Болды, иә. Екі, телефоныңды жоғалтқан кезің болды ма дейді. Телефонымды жоқ. Әзірге болған жоқ. Болмай ақ та қойсын ондай жағдай. Ешкімнің басына өтпей ақ қойсын ондай. Так, 3, сабаққа кешігіп келген кезің болды ма дейді. Ол әрине болады. Енді білмеймін, қазір сабақ аяқталып жатқаннан болар, көбісі сабақ жайлы сұрақ қойған. Так, Арсен Нұржанов деген бала, досыңмен ерегесіп қалған кезің болды ма дейді. Досыңмен ерегесіп қалған кез әрине болды, бірақ енді дос болғасын қайтадан достасып кетесің, ерегесіп қаласың, анау мынау мына сөзді айтасың, мынау жоқ, бұлай емес, олай емес, анау өздеріңіз білетін шығарсыздар. Нұрболат Үсен деген бала, отличник болған кезің болды ма дейді. Үздік деген олар. Үздік қой, орысшасы ғой, отличник. Болды. Мен бұны жиқ қойып отырмаймын жартысына. Так, болды, отличник болған кезім. Ол так 6-7 класста отличник болдым, ал 8-9-да екпінді болдым. Айдана Хайнолла демек, аты жөнді қате оқысам ренжіме, адасып көрген кезің болды ма дейді. Адасып көрген кезім жоқ, адасқан кезім болған жоқ. Так, осы қыздан тағы да бір сұрақ. Бір затыңды пойызда ұмытып кеткен кезің болды ма дейді. Ондай кезде болған жоқ. Пойызда еш нәрсені ұмытқан жоқ. Так, тағы да сұрақ. Ринат Абдужамил деген баладан келген. Апайлардан сөз естіп көрдің бе дейді. Әрине көрдім. Так, келесі сұрақ. Мирас Дузелген деген баладан келген. Так, мына жерде аты жөні осылай ма екен, егер қате оқып жатсам ренжіме, приколың өтпей қалған кезің болды ма дейді. Ол әрине болды. Өте жаман әсерде қаласың ондай кезде. Фархат Шайхат, көпшіліктің алдында ұятқа қалған кезің болды ма дейді. Ол әрине болды. Сахнаға шығып, затымды ұмытып қалып, анау күлген кезде. Сен алдыңнан улы жылан шығып көрді ма дейді. Мен алдымнан улы жылан жоқ, шығып көрген жоқ. Диас Қансонар деген баладан директорге барып көрдің ба дейді. Жоқ, болған жоқ. Так, келесі сұрақ. Ардақ Жолдыбай деген баладан келген. Күшігің болып көрді ма дейді. Күшігің болып көрді. Болды. Көрді деп. 2, сенімен біреу суретке түсейікші деген кез болды ма дейді. Әрине болды ондай кез. Мектепте мекен ұмытып қалып отырмын. Ондай кездер болды. Қуаныш Өмірбеков. Сен қыздарға жүрекші деп айтқан кезің болды ма дейді. Болды. Так, келесі сұрақ. Ерасыл Қайырбеков деген баладан келген. Мұғаліміңе сөз қайтарған кезің болды ма дейді. Ондай кез болған жоқ. Так, 2, подписчиктеріңді кездестірген кезің болды ма дейді. Болды. Өте көп болады. Индийский сериал көрген кезің болды ма? Болды. Көрсең қай сериал дейді. Келімбет қайсысы? Бұрын да көрдім оны, бірақ қазір ондай ешқандай да сериал көрмеймін. Көргім келсе де көре алмаймын, себебі мүлдем уақыт жоқ. Так, келесі сұрақ өте қызық сұрақ. Санжар Нұрсагит деген баладан келген. Сен класстарыңа мен типа блогермін деп айтқан кезде, ой, қойшы деген сәттер болды ма дейді. Жоқ, мен олай айтқан жоқпын. Мен блогермін, анау мынау деп мақтаған жоқпын. Өздері менің YouTube каналымды көріп қалған, сосын барып классқа келіп айтты.
Сондықтан да ондай сәт болған жоқ. Мен бүйтіп блогермін деген кезде қойшы деген. Мен блогермін деп бүйтіп ешкімге айтқан жоқ сияқты болған жоқ. Так, келесі сұрақ Айым Макарова деген қыздан келген. Қызың болды ма дейді, оған жауап бердім. Болды. Енді тағы да келесі сұрақ, Ақтауға келген кезің болды ма? Және Ақтауды білесің бе? Ақтауды білем. Маңғыстауда тұратын әрбір адам Ақтауға барып көрді деп ойлаймын. Себебі Ақтау біздің өте ірі қаламыз, сондықтан да оған бармау мүмкін емес. Әрине болды. Бекет Нұрмаханов деген баладан келген. Сенің жылаған кезің болды ма дейді. Әрине болды. Және де сен үйде жалғыз қалып қорыққан кезің болды ма дейді. Болды деймін. Ол түнге қарата бұрында барлығы кішкентай кезінде отшы, енді өскеннен кейін ондай қараңғыдан қорықпайсың. Так, келесі сұрақ Гүлзира Ғаппар деген қыздан келген. Шпормен ұсталып қалған кезің болды ма дейді. Шпаргалкамен ондай кез жоқ, болған жоқ. Так, міне осымен біздің осындай болды немесе болған жоғымыз соңына жетті. Себебі мына жақта уже сұрақтардың барлығы таусылды. Мынаның ішінде 100-ден астам сұрақтар келген, бірақ оның бір қалай айтсам болады, 50 шақтысы кілең сұрақ жауаптың сұрақтары. Мен болды немесе болған жоққа қойыңыздар десем, сұрақ жауапқа көбісі білмей қойып кеткен. Егер де сол осындай болды немесе болған жоқтың келесі бөліміне түскің келсе, менің астымда осы сілтеме арқылы өтіп ВК группама тіркел. Себебі ВК группамда осындай посттарды шығарып отыратын боламын, жаңалықтар және тағы да басқа видеоға керек заттардың барлығын осы жерде айтатын боламын. Сондықтан да құр қалмас үшін тіркеліп кет. Ал міне осымен бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын, және де қызықты болды деген ойдамын. Осындай біршама мәлімет біліп қалған шығарсыздар. Болды немесе болған жоқ, қызықты болды. Мынаның ішінде енді кілең сұрақ жауапты сұрақтарын қойып кеткен, түсінбеген болар. Енді түсінбеген болсаңыздар, болды немесе болған жоқ осындай видео. Енді келесі осы болды немесе болған жоқты осы видеоның астынан алатын болам. Осы видеоның астына комментарийға болды, қандай низат болды, низат болған жоқ, сол сұрақтар жазып кетіңіздер осы комментарийға. Мен барлығын оқитын болам, және де ол енді болды немесе болған жоқ, білмеймін, енді шығады. Сіздердің сұрақтарыңызға қарай шығатын болады. Сіздерге осы видео ұнаған болса, әрине лайк басып, астына керемет комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басыңыздар, себебі лайк дегеніміз бұл менің еңбегімнің бағаланғандығын білдіреді. Сондықтан да лайк басып кетіңіздер. Лайк деген ешқандай қиын емес, тегін лайк чықыртып басып жібересің, өте оңай. Және де менің арнама бірінші рет келіп отырсаң, астында қызыл подписаться деген кнопка бар, соны басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған мен блогер Айбек, тағы да қызықты видеоларда кездескенше, давайте, достар.